Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, армысыздар достар. Сау арна ұсынады және оның админи Ержан Қозыбаев. Енді қадірменді көрермендер, бандикамды барлығыңыз білесіздер. Ол яғни экранның бетін түсіріп алатын, немесе ойындарда түсіріп алатын бір программаның біреуі. Сол себептен мен сіздерге қалай қондыру керек екенін көрсетемін, және кілтін қалай сындыру керек екенін, және ол оңай тегін деуге болады, бесплатно деп айтуға да болады. Яғни ашамыз. Міне бандикам папкасы, мынау установщик және қондырғыш. Қондырамыз. Қай тіл таңдаймыз? Енді өздеріңіз білесіздер, бірақ ең тиімдісі бізге орыс тілі, русский. Ары қарай жалғастырамыз. Принимаю. Далее. Установить. Яғни ол көпке уақытқа көп созылмайды деп ойлаймын. Тез өтіп кетеді. Міне, көрдіңіздер. Готово басамыз. Міне шықты. Көрермендер көріп тұрсыздар, міне сіздердің алдарыңызда купить деген жазу бар. Яғни купить деген бассаңыз, ол яғни сіз төлеуіңіз керек, қарту-шарту көп болып кетеді. Оның мәселесі былай. Міне қондырдыңыз. Біз қазір FPS-ына түсіріп алайық. Клавишпен қондыруға болады. Позициямызда F9-бен мысалға, мен F9-бен қазір мен F9 бассам, мысалы түсіретін жерлерімізде соған F9-ды басуым керек. Яғни міне видео настройки, но дыбысы. Но сіздің мен қазір Windows 8-дің программаның ішінде не айтылады, не өлең айтса да, осы проигрывательден осы жерден барлық құйып алады. Яғни мынау дополнительное устройство деген мағына, ол дополнительное устройство деген мағына, ол сіздердің жазатын дыбысыңыз, яғни дауысыңыз. Мен қазір Emoji Fast Track Pro, яғни мен қазір оны жазғымда келмейді, бірақ яғни мен галочкасын қойып қоямын, міне окейді басып қоямын, бірақ негізінде маған керегі жоқ. Яғни жақсы кете берсін. Одан кейін не істейміз? Мына жерде настройки деген мына жерде анықтыша жазылмаған, бірақ формат жазылып тұр мына жерде. Бізге форматты қазір, яғни көпше адамдар көбі білім жетіспегендіктен әртүрлі неде жаза береді, бірақ компьютеріне байланысты жазуға да болады. Мен қазір шынын айтқан кезде, яғни мен дәл қазір Core 5-пен отырмын, Core 5 Intel Core. Сол себептен ноутбугым менікі көтереді деген ойдамын, бірақ мен 30-ға қойып түсіремін, көпше таза болу үшін. Ал 25-те де түсіруге болады, 30-бен де түсіру керек, екеуінің екі арасы YouTube-қа. Яғни ол ойынның көтеретін несіне байланысты, сапасына. Ал жоғарыда кете беретін болсаңыз, мына жерде 50-60 деп, онда да қойғыңызға болады, бірақ менің ең тиімдісі сол 30. Мына жерде битрейт звук дыбысы, жаңағы ойынның дыбысы немесе проигрывательдің дыбысы, мына 192 битрейт. Яғни маған ең тиімдісі осы, таза дауысты жазатын кодек MPH, міне көріп тұрсыздар. Кодек, мына жерде видеонікі. Кодек деп естіп қалмаңыздар. Кодек деген яғни форматы деп болады. Видеоның форматы, мысалы MPH, RGB әртүрлі, бірақ XVID деген осы стандартымен өзі қондырған кезде осы стандартпен тұра берген жөн. Яғни не істейміз? Міне купить deyip тұр, цельді басамыз. Мысалға, мен қазірге рабочий стол түсіріп алу үшін цельді басамын. Міне әртүрлі қай жер керек маған? Мынандай кішкентай керек па, үлкен керек па, өзім білем. Сол себептен цельме істеймін. Егер мен ойынды запускать етсем, қазір мен сіздерге барлығын түсіндіріп өтем. Біріншіден мына цельді басайық. Міне запись басты, кетті. Яғни көпшеге не алмаймыз, көпке ұзаққа созбай қойық. Міне стопты бастық. Яғни мен қай жерге өшірдім. Яғни ол основной, міне көшірілген жер мына жерде. Аштық. Мен көріп тұрсыздар. Мен сіздерге бірден көрсетейін. Мына жерде bandicam www.bandicam.com деп жазылып тұрған жазуды көп видеоларда көресіздер. Яғни ол дұрыс емес, ол кілті сынбаған, және барлығыңыздың видеоларыңызға мешіт етеді. Сол себептен көрсетпеген жөн деп ойлаймын. Оның да амалы бар. Сол себептен біз не істейміз? Міне купить деп тұр. Мысалы неден шығамыз? Bandicamның өзінен шығамыз. Bandicamның өзінен шығып кеттік. Қайтан жаңа установщикке кіреміз. Мына жерде кілті бар. Maze. Көріп тұрсыздар ғой, Maze. Maze'ның ішіне кіреміз. Keymaker деген.
басқан кезде мына жерде mail'да жазуымыз керек болады. Карташорту айқұлақ mail.ru деп қойық. Мысалы басайын десең окей деген жоқ, яғни мына жерде окей немесе бір подтверждать ететін кнопка болу керек, ол жоқ. Сол себептен не істейміз? Біз қайтадан шығамыз. Оң жақтағы тінтөбірдің оң жағындағы кнопкасын басамыз, мышканы. Запустить от имени администратор деген бар. Соны басамыз. Да, міне көрдіңіздер. Регистр аппликацион шықты. Мына жерде карташорту айқұлақ mail.ru деп әртүрлі өздеріңіздің ойыңызға келген почтаңыз жазсаңыздар болады. Мына жерде баса бересіз. Қаншаға дейін бассаңыздар өздеріңіз білесіңіз, бірақ сіз кілтін сындырдыңыз. Яғни осы сәтте біз қазір не істейміз? Bandicamға қайтадан кіреміз. От имени администратора. Міне көрдіңіздер, купить деген кетті. Яғни не істейміз? Цельді аламыз. Міне жаңағы цельді тұр екен өзі. Записьті басамыз. Міне көрдіңіздер, запись кетіп жатыр. Мына жаққа қойдық, мынаны қысқартамыз. Рабочий столды қысқартқыңыз келсе де. Стопты басамыз. Қараймыз. Кешіресіз. Так, мына жерде ашамыз. Міне екінші түр екен. Так, мынау мешет тұрды. Қазір 1 минут. Так, анадан шыға қойық. Міне, Bandicam деген мына жердегі жазу жоқ. www.bandicam.com. Міне көріпсіздер. Міне play. Видео кетіп жатыр. Яғни қадірменді көрермендер көрдіңіздер. Кілтін қалай сындыру керек екен, кілтін қалай қай жерге кіру керек екен. Осы видеоның астына мен ссылкасын салып жіберемін. Барлығыңызға рахмет. Біздің арнамызға кіріп тұрыңыздар. Если жиі кіріп тұрсаңыздар, бізге де хабарласып тұрсаңыздар да әрдайым көмегімізді тигіземіз.